Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге сүзбелі сочниктер жасаймыз. Өте дәмді болып шығады. Үйлеріңізде творог болса, дәл осы тәттіні жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, әрі өте дәмді болып шығады. Ең әуелі еленген ұнның үстіне бөлме температурасындағы сармайды саламыз. Сонан соң тұз және де қамыр қопсытқыш, яғни разрыхительді саламыз. Барлығын қолымыздың көмегімен ұнтақтап шығамыз, яғни крошка жасайтын боламыз. Толық рецепті описанияға төменге қалдырып кеттім. Сол жақтан қарап, міндетті түрде өлшеп жасаңыздар. Міне дәл осы ұнтақтап алдық. Енді бөлек ыдысымызға біз 20% қаймақты салып алдық. 20% қаймақ, оның үстінен қантты саламыз. Және де жұмыртқаның ақуызын салатын боламыз. Сарыуызын бөлек алып қойыңыздар, бетіне жаққанға бізге қажет болады. Міне жұмыртқаның ақуызын салып, осындай сұйық масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Енді осы массаны ұнның үстінен салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне бізде осындай масса пайда болды. Барлығын илеп, жұмсақ қамыр етіп илеп алатын боламыз. Бұл қамырды жақсылап илеп болған соң 15-20 минутқа пакетке салып демалдырып аламыз. Міне барлығын жақсылап илеп алдық, енді пакетке салып демалдырамыз. Оған дейін біз начинкасын жасайтын боламыз, яғни салмасын жасап тұрамыз. Қамырымыз біраз тұруы қажет. Бізге салмасына творог, яғни сүзбе қажет болады. Және де 3 ас қасық қантты саламыз өлшеп. Оның үстінен тағы да бір жұмыртқаның ақуызын салып, дәміне қарай ванилин қоссаңыздар тіптен керемет болып шығады. Және де 1 ас қасық қаймақты салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Міне біздің салмамыз дайын. Енді 15-20 минут көлемде тұрған қамырды алып, теңдей ортасынан 2 бөлікке бөлетін боламыз. Енді осы 2 қамырды жайып шығатын боламыз. Тым жұқа немесе тым қалың емес, орташа етіп жайып алып, үйіңізде кез келген дөңгелек формамен осылай кесіп алсаңыздар болады. Мен осындай бокалды қолдандым. Дөңгелек формаларды жасап алдық. Барлығын дәл осылай артық қалып қойған қамырларын тағы да дөңгелек жасап, дәл осылай кесіп аласыздар. Енді осы дөңгелек формамыздың ішіне дайын болған творогтарымызды 1 ас қасықтан толтырып салып, екінші бетін жай ғана бетін жауып қоямыз. Баспаймыз және де жаппаймыз. Дәл осылай бетін жауып қойсаңыздар болғаны. 1 ас қасықтан толтырып салып, барлығын дәл осылай жасап шығамыз. Енді осы сочниктерді противенге орналастырып шығамыз. Пештеріңізді алдын ала 200 градусқа қыздырып қойыңыздар. 200 градуста беті қып-қызыл болып піскенге дейін қызартып пісіріп алыңыздар. Бетіне әдемі болып пісу үшін жұмыртқаның осылай сарысын жағып алдым. Міне осымен біздің өте дәмді, әрі өте оңай ыстық шаймен керемет үйлесетін сочниктеріміз дайын. Сүзбелі сочниктер сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер. Шаймен өте дәмді болып шығады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, төменге өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Барлықтарыңыздың пікірлеріңізді оқитын боламын. Алдағы уақытта сіздерге керемет рецептерді ұсынамын. Сол себепті менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған ләззат.